Самарқанд қаласындағы Әбу Мансур әл-Матрудидің кесенесіне келіп тұрмыз. Әбу Мансур әл-Матруди кім? Әбу Мансур әл-Матруди толық аты жөні Мұхаммед ибн Мұхаммед Әбу Мансур әл-Матруди. Әл-Матруди деп көпшілік айтылады, бірақ ол Матруд деген, яғни қалашық болған екен кезінде, қалашық немесе ауыл болған дейді. Сол жерден шыққаннан кейін сол Самарқандқа жақын әл-Матруди деп атап кеткен болатын. Туған, өлген жылы белгісіз дейді, бірақ ғалымдардың көпшілігі сол хижра жыл санау жүйесінің 3-ші ғасырына жатқызады. Осы жерде ұстаздарын айтатын болсақ, осы Орта Азияда Жүжжани деп аталатын үлкен мектеп болған. Бізде Қожа Ахмет Яссауи мектебі дейміз ғой. Сол сияқты Жүжжани мектебі болды. Сол Жүжжани мектебінде тәлім тәрбие алған болатын. Көптеген ұстаздары болды, бірақ үлкен ұстазы сол Жүжжани болып есептелінеді. Әбу Мансур әл-Матруди жалпы ислам діні 4 мазхабқа бөлінеді, яғни фиқ ілімі бойынша. Ал ақида ілімі бойынша негізінен 2 үлкен бағытқа бөлінеді. Бірі Ашхари, әсіресе мынау араб әлемі Ашхари бағытында біздер Орта Азия аймақтары, Ресей, басқа Түркия аймақтары, яғни біздер әл-Матруди бағытындамыз. Абу Ханифа мазхабының әл-Матруди тармағы болып есептелінеді. Енді әл-Матруди, яғни еңбек жазып, кітаптар жазып, үлкен ғылымға келуіне не себеп болды десе, сол кезде 3-ші ғасырдан бұлай арғарай, бұлайша айтқанда бүліктер заманы болды. Әртүрлі ағымдар шыға бастады, бүліктер шыға бастады. Сол бүліктерге қарсы, яғни күрескен тұлға болып есептелінеді. Яғни бұлайша айтқанда ислам дінінің қорғаушысы деген ұғымды білдіреді. Әл-Матруди осы ақида ілімдері бойынша көптеген яғни еңбектер жазған болатын. Енді мына жердің керемет көрінісі, мынау Пайғамбарымыз саллаллаху хадисі бар. Менің заманым, одан кейінгі заман, яғни 3 ғасыр бұл үлкен жақсы адамдардың ғасыры деп. Ғалымдар айтады, осы ғалымдардың негізінен қабірінен бір жұпар иіс, жәннаттың иісі шығып тұрады дегенде мәліметтер бар. Шынымен де көптеген ғалымдарға зиярат жасадым, әулиелерге. Сол жерде бір керемет иісті байқайсыз. Яғни бір мисықтың иісі сияқты бір керемет. Мына жерде де бір керемет, яғни иіс шығып тұр. Тамаша бір. Енді Алла біледі ғой, жәннатты ешкім көрген жоқ қой, бірақ ғалымдар айтады, сол жәннаттың жұпар иісі шығып тұрады деп айтады. Келіңіздер, көріңіздер. Алла қаласа сіздерге де осы жерге келу бұйырсын.